Қош келдіңіздер, құрметті спешкелер. Бүгінгі біздің бармысың спешкі бағдарламасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Дана Нұржігіт. Осыдан 3 күн бұрын спешкі қорабынан шығып қайта оралмапты. Мәселенің анық қанығын білу үшін сөз кезегін спешкінің анасына берейік. Иә, тура 3 күн бұрын балам үйден шығып вечеринкаға кеткен еді. Содан қайта оралған жоқ. Иә, түсініп тұрмын, өзіңізді қолға алыңыз. Иә, сол вечеринкаден баламды көрмедім. Полицияларға да бардым, бақсы балгерлерге де болдым. Ешқайсысы таба алмай жатыр, білмеймін не істеймін. Жақсы, тек сіз өз-өзіңізге бекем болыңыз. Сол вечеринкадан видеолар бар екен, ендеше сол видеоларға кезек берсек. Видео сол күні вечеринкада жасалған екен. Сол жердегі достарының бірі түсіріп алыпты. Бұл сіздің балаңыз ғой, иә? Иә, менің балам. Не істеп жатырсыз? Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай бір ерегіс болған сияқты, бірақ бұл нақты емес. Сіз қалай ойлайсыз? Осы бір жаңағы видеодағы 3-ші баланы көрдіңіз. Сол сіздің балаңыздың жоғалуына себепкер болуы мүмкін бе? Дана ханым, менен нақтысын білмедім. Екеуі жан дос болатын. Енді бір қызға бола үйтіп, бір-бірін өлтіріп немесе жоғалып кетуіне себепкер болмайтын шығар. Иә, дұрыс айтасыз. Ана жүрегі ешқашанда алдамайды ғой, бірақ алайда осы бір видеоның соңына бар екен, соңына дейін көрейік олай болса. Жоқ, балам. Болды, видеоны тоқтатыңыздар. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Тез жедел жәрдем шақырыңыздар, тез. Видеодан өздеріңіз түсініп тұрғандай, адамдар қонақ күтіп, шай ішейік, өзіміз отырып шай ішейік деген дәстүрмен шай ішу үшін газ жағуға кейіпкеріміздің баласын қолданған екен. Өкінішті, өте өкінішті. Біз мусордан күлін тауып алдық. ДНК сараптамасы бойынша бұл точно сіздің балаңыз екен. Өкінішті. Еш қаймықпаңыз, бұл өмір. Өмірде барлығымызда қонақпыз. Біреулер келеді, біреулер кетеді. Ал сіздерге айтарым, көрермен, осындай қысқа өмірде, әсіресе спешкілер үшін бір-бірімізді сыйластықпен өмір сүрейік. Бүгін бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.